жалғауы. Бір заттың екінші бір затқа кісіге тәуелді екенін білдіретін жалғау тәуелдік жалғауы деп аталады. Тәуелдік жалғауы тек зат есімге тән жалғау. Басқа сөз таптары заттанып барып қана тәуелдене алады. Ендеше кестеге назар аударайық. Кестедегі сөздерді жекеше, көпше түрде тәуелдеп шығайық. Бірінші шақта менің дәптерім, екінші шақта сенің дәптерің, сыпайы түрде сіздің дәптеріңіз, үшінші шақта оның дәптері. Бірінші шақта біздің дәптеріміз, екінші шақта сендердің дәптерлерің, сыпайы түрі сіздердің дәптерлеріңіз, үшінші шақта олардың дәптерлері. Келесі тәуелдік жалғауларына мысалдар арқылы тоқталып кетейік. Жекеше түрде бірінші шақта менің өшіргішім, бұл жерде балалар түбірі өшіргіш, тәуелдіктің жалғауы. Екінші жақта сенің өшіргішің, тәуелдіктің жалғауы. Сіздің өшіргішіңіз, тәуелдіктің жалғауы. Үшінші жақта оның өшіргіші, яғни тәуелдіктің жалғауы. Келесі көпше түрде бірінші жақта біздің өшіргішіміз, тәуелдіктің жалғауы. Екінші жақта сендердің өшіргіштерің, тер бұл жерде көптіктің жалғауы, тәуелдіктің жалғауы. Сіздердің өшіргіштеріңіз, тер көптіктің жалғауы, тәуелдіктің жалғауы. Үшінші жақта олардың өшіргіштері, тер көптіктің жалғауы, тәуелдіктің жалғауы. Енді бейнебаянға назар аударайық. Дана, тәуелдік жалғау заттың біреуге не бір нәрсеге тәуелді меншікті екенін білдіреді. Қоян сөреде тұрғанда ешкімнің меншік емес еді. Сондықтан қояным деп айта алған жоқсың. Қазір сенікі. Сондықтан қояным деп деген тәуелдік жалғауын жалғап айта аласың. Мынау сенің қоянды сатып алғаныңды растайтын түбіртегің. Зат есім үш жақта тәуелденеді. Мысалы, бірінші жақ менің қояным, екінші жақ сенің қояның, сіздің қояныңыз, үшінші жақ оның қояны. Мен ойыншық деген сөзді көпше түрде тәуелдейінші. Біздің ойыншықтарымыз, сендердің ойыншықтарың, сіздердің ойыншықтарыңыз, олардың ойыншықтары. Жарайсың. Менің қояным ең сүйкімді. Қайталайық. Зат есімнің тәуелденуі. Тәуелдік жалғау заттың біреуге не бір нәрсеге тәуелді, меншікті екенін білдіреді. Мысалы, қоянды сатып алған соң, менің қояным деп меншіктеп айтуға болады. Зат есім үш жақта тәуелденеді. Мысалы, бірінші жақ менің қояным, екінші жақ сенің қояның, сіздің қояныңыз, үшінші жақ оның қояны. Ойыншық деген сөзді көпше түрде тәуелдейік. Біздің ойыншықтарымыз, сендердің ойыншықтарың, сіздердің ойыншықтарыңыз, олардың ойыншықтары. Келесі тапсырманы
оқу платформасында бірге орындайық. Бірінші тапсырма. Балалар, алдарыңда кесте тұр. Сол кестеде бірнеше мысалдар жазылған. Осы мысалдарға тәуелдіктің жалғауларын қосамыз. Жалғаулар м, м жалғаулары. Бірінші м жалғауын қосамыз. Терезем, ағам, әпкем, партам, інім. Келесі жалғауын қосамыз. Бояуым, қаламым, алмұртым, сызғышым. Келесі жалғауын қосайық. Өшіргішім, сәбізім, дәптерім, бәлішім. Екінші тапсырманы орындайық. Енді балалар, біз тәуелдіктің жалғауын, жалғауын кестедегі берілген сөздерге жалғаймыз. Қалаң, әпкең, інің, апаң, көшең, терезең. Келесі балалар жалғауын қосайық. Оқулықтарың, қаламдарың, бояуың, қағазың, диваның, пеналдарың, ауданың, аймақтарың. Енді жалғауын қосайық. Үстелің, киімің, гүлдерің, сәбіздерің, компьютерің, ілгішің, өшіргіштерің, үйлерің. Алдарыңа берілген сөзді үш жаққа қойып орналастырайық. Бірге тексерейік. Жарайсыңдар. Келесі тапсырманы орындайық. Алдарыңда берілген тапсырмада берілген сөздердің жақтарын анықтаймыз. Сәттілік тілеймін. Кітабым бірінші жақ, оқулығыңыз екінші жақ сыпайы түрі, қасығың екінші жақ, мектебі үшінші жақ, тоқашым бірінші жақ, нандарың екінші жақ, суы үшінші жақ, таулары үшінші жақ, сабақтарың екінші жақ, сызғышыңыз екінші жақ сыпайы түрі, шайым бірінші жақ, бауырсақтары үшінші жақ, көжеңіз екінші жақ сыпайы түрі, қызғалдақтарым үшінші жақ, ағаштары үшінші жақ, гүлің екінші жақ,
көлдері үшінші жақ, қаланың екінші жақ, етіктерім бірінші жақ, тоны үшінші жақ, көйлегім бірінші жақ, жейдесі үшінші жақ, тақияң екінші жақ, шапаныңыз екінші жақ сыпайы түрі, жапырағы үшінші жақ, бұтақтары үшінші жақ, жерім бірінші жақ, қымызым бірінші жақ, шиесі үшінші жақ. Енді балалар дұрыс жауабын тексеріп көрейік. Жарайсыңдар балалар, керемет. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Назар аударғандарыңа рахмет.